мен сендерге бүгін шалқан ертегісін алып келдім. Мен сендерге қазір шалқан ертегісін оқып беремін, ал сендер құлақ салып тыңдаймыз. Келістік пе? Баяғы бір заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде шалқан отырғызады. Шалқан үлкен болып өседі. Bir күні шалқанды жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады, бірақ шалқанды шығара алмайды. Шал көмекке кемпірін шақырады. Кемпір шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, бірақ орнынан қозғалта алмайды. Кемпір көмекке немере қызын шақырады. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, тағы да суырып шығара алмайды. Немере қызы итін шақырады. Ит қыздың етегіне немересі кемпірден, кемпір шалдан, шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегіне, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шалқаннан ұстап, ары жұлқиды, бері жұлқиды, шалқан шықпайды. Мысық болса, тышқанды шақырады. Тышқан келіп мысықтың құйрығынан, мысық иттен, ит немересінің етегінен, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шалқаннан ұстайды, ары тартады, бері тартады, ең соңында шалқанды суырып шығарады. Балалар, бұл ертегіде барлығымыз бірге жұмылып істесек, барлық шаруаны бітіре алады екенбіз. Бұл ертегіде барлығы бір-біріне көмектесіп, дос болып, бірлесіп отырып, шалқанды суырып шығарған екен. Балалар, біз бір сыныпта оқығандықтан, біз бір-бірімізге көмек беріп, әрдайым көмекке асығып тұру керекпіз. Сол кезде біз көп жетістіктерге жетеді екенбіз. Түсінікті ме балалар ертегі сендерге? Ұнады ма сендерге? Жарайсыңдар.